Тақырыпты одан ары қарай жалғастырайық. Бөрлі колледжінде студенттерді әскери борышын өтеуге ынталандыру, отансүйгіштік сезімін арттыру мақсатында кездесу өткізілді. Жастар сала мамандарына көкейдегі сұрағын қойып, пікір алысты. Елімізде 18 бен 27 жас аралығындағы ер азаматтарымыз отан алдындағы борышын өтеу үшін әскер қатарына шақырылады. Жастарымыздың шекарада сап түсіп, елін қорғауы міндетті. Соңғы жылдары азаматтарымызды әскерге тарту мақсатында түсіндіру жұмыстарынан бөлек қатардағы жауынгерлерге түрлі жеңілдіктер қарастырылған. Колледж студенттеріне әскерге бару, одан кейінгі келісімшартпен жұмыс жасау бойынша тиісті мекеме қызметкерлері түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Яғни азаматтардың бұл ақпаратта, яғни қарулы күштерінде болып жатқан, қарулы күштері басқа әскерилер құрамаларында болып жатқан, яғни жетістіктерді толықтай жеткізу, яғни азаматтарға әскери борыштың өтеу кезіндегі жеңілдіктері мен артықшылықтарын да жеткізе білу. Бүгінгі шараны Сұңқарақсай қоғамдық бірлестігі мен аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлім қызметкерлері ұйымдастырып отыр. Шараға республикалық тәжік ауған ардагерлері қоғамдық бірлестігінің облыс бойынша төрағасы да қатысып, әскери өмірдің артықшылығы туралы оймен бөлісті. Әскер туралы өз ойымды айта кетейін. Әскер бұл жас жігітті жауапкершілікке үйрететін орны. Сіздерді әр істі мұқият атқаруға, тиянақтылыққа үйретеді. Сонымен қатар өз-өздеріңе сенімді болуға тәрбиелейді. Бұл аздай күнделікті жаттығулар жас сарбазды шынықтырып, ширақта шымыр болуына себепші болады. Жиын барысында студент жастар өздері мазалаған сұрақтарын қойып, жан-жақты ақпараттар алды. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақжайық, Ақпарат.